Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен барлығымызға ұнайтын, қонақ келсе дастарханымыздан ерекше орын алатын осы фунчоза салатының жасалуымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдыменен етімізді турап аламыз. Менде дайын тұрған ет. Енді осыны майдалап кесіп аламын. Фунчозаңыздың көлеміне қарата аласыз етіңізді. Ұзыншалап турап аламын. Етімізді турап алдық. Енді қызып тұрған тапамызға сұйық майымызды құйып, етімізді қуырамыз. Егерде еттеріңіз үлкен малдың еті болса, онда жақсылап тұрып қуырып алғаннан кейін үстінен қайнап тұрған суыңыздан кішкене құйып, қақпағын жауып, өте баяу отта еттеріңіз жұмсарғанша бұқтырып алыңыздар. Менде енді жабағының еті тез пісетін, сондықтан да әуелі үлкен отта жақсылап қызартып қуырып алғаннан кейін 1 шай қасық тұз салып, астындағы отын басып, қақпағын жауып қоямын. Дәл осы жерде жас келіншектерге бір кеңес. Егерде еттеріңіздің тез піскенін қаласаңыздар, онда бел омыртқаның етінен алыңыздар. Бел омыртқаның еті басқа еттерге қарағанда тез піседі. Етіміздің қақпағын жауып, астындағы отын өте баяу етіп қойып қойдым. Енді фунчозамызды дайындап алайық. Фунчозаның түрі өте көп дүкендерде. Маған осы түрін ұнайды. Сіздер өзіңізге ұнаған түрін ала бересіздер. Ыдысымызға ыстық су құйып алып, 1 шай қасық толар толмас тұз салып, фунчозамызды саламыз. Мен ішінде 4-еу бар екен, 4-еуін тек қана 3-еуін ғана пайдаланамын. Сол бізге жеткілікті. Салып алғаннан кейін отқа қойып, 1-2-3 минуттай ғана бүлк еткізіп қайнатып аламын. Қайнағаннан соң бетін жауып 5 минутке қойып қоямын. 5-6 минуттан кейін суын төгіп тастап, мұздай сумен жақсылап бір жуып аламын. Енді көкөністерімізді дайындап аламыз. Мына жерде менде жарты сәбіз ғана күштен өткізіп қойған. Жеткілікті, не болмаса кішкентай шағынын алыңыздар. 2 түйір бір қызыл, бір сары болгар бұрышы, 4 түйір сарымсақ алдым, 2 түйір қызанақ алдым. Осылар фунчозамызға біздің жеткілікті. Алдыменен болгар бұрышымызды ұзыншалап кесіп аламыз. Болгар бұрышымыздың да 2-еуін бірден пайдаланбаймын. Жарты-жартыдан ғана пайдаланамын. Енді фунчозаңыздың көлеміне байланысты аласыздар көкөністі де. Ұзыншалап турап алдық барлығын. Сарымсағымызды да үккіштің майда көзінен өткізіп алдық. Енді осылай ыдысымен апарып, қуырып жатқан етіміздің үстіне саламыз. Егер жазда істейтін болсам, мен осы салатты ол кезде болгар бұрышымды да сәбізді де қуырмаймын. Қысты күні енді мынау теплицаның болгар бұрышы кішкене қаттылау болады. Табаға көкөністерімізді салғаннан соң астындағы отын барынша ашып, араластырып тұрып қуырамыз. 1 минутке жоқ қуырамыз. Егерде одан көп ұстасаңыздар табағыңызда, көкөністеріміз онда жұмсарып кетеді. Неге осылай жақсылап тұрып 1 минутке жетер-жетпес қана қуырсақ сол жеткілікті. Осы сәтте жарты шай қасық ас тұзын саламыз. 1 шай қасық кориандр саламыз. 1 шай қасық толған дүкенде сатылады. Для фунчозы дәмдеуіш бар, содан саламын. Жақсылап араластырып жіберіп, 1 ас қасық толы соя тұздығын құйып, астындағы отын сөндіріп тастаймыз. Салатымыз жеуге ыңғайлы болу үшін осылай пышақпенен қысқартып бөліп тастаймын.
фунчозамыздың үстіне ыстық күйінде табадағы көкөністерімізді аударамыз. Жақсылап араластырамыз. Енді қызанақпен қиярымызды тураймыз. Қызанағымыздың ортасындағы етін алып тастаймыз. Егерде етімен бірге турасаңыздар, фунчозаларыңыз өте сұлу болып кетеді. Сонымен бірге фунчозаларыңыз ерекше дәмді болсын десеңіздер, әрі қиярыңыз ерекше дәм беріп қытырлап тұрсын десеңіздер, салаттарыңызда фунчоза салаты суығаннан кейін барып, осы қызанақ пенен қиярды қосамыз. Қияр менен қызанағымыз салып алғаннан соң, асын үстіне шығарып, осылай араластырып аламыз. Енді үстінен аскөгімізді саламыз. Аскөк менде мұздатқышта қатырылған түрі. Жаздың күнгі аскөктен дәмі де, иісі де кем түспейді. Мінекей өте дәмді фунчозамыз дайын болды. Міне байқап отырсаңыздар, сусыз, майы да ондай қатты көп емес. Дәмді болып шыққан енді фунчозамыз. Дәл осы рецептімен жасап көріңіздер, сіздердің көңілдеріңізден шығады деп ойлаймын. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін көп-көп рахмет. Лайктарыңызды баса кетіңіздер. Келесі видеода кездескенге шейін аман саулықта болыңыздар.